Дәулетті оқырмандар, мінекей мен Алматыдамын. Керемет ностальгия, керемет сезімдемін. Неге дейсіздер ғой? Себебі мынау пәтерден пәтерге қаңғымай тұрғанда, риэлторларға алданбай тұрған кезде, жетім бұрышты жағаламай тұрған кезде, мен Семей қаласынан Алматы қаласына оқуға келген кезде осы жатақханада тұрдым. Яғни мен Семей қаласында ұлттық бірыңғай тестілеуден 122 балл жинадым. Достық білім беру орталығында өзім оқыдым 11-ші сыныпта, яғни ОБТ-ға дайындалдым. Одан кейін осы жерде Сүлеймен Демирел университетінің жатақханасы болды. Бізде Қазақ ұлттық университетінде орын болмады жатақханада. Сөйтіп осы жерде мен бірінші курста келдім. Бір жыл тұрдым бірінші курс бойы. Көптеген достар таптым. Барлық студенттік қызықты шақтардың көбі осы жатақханада болды. Бір қызығы, бұл жатақхана қазіргі таңда тек Сүлеймен Демирел емес, жалпы жатақхананың бет бейнесі сақталған десе де, бірінші, екінші, үшінші қабаты барлығы оқу орталығы болып отыр. Яғни қазіргі таңда достық білім беру орталығы келесі жылы 20 жылдығын атап өтеді. Соған байланысты жалпы бүкіл Қазақстанда бұндай орталық бар екенін сіздер өте жақсы білесіздер деген ойдамын. Және де бұл жерде қазір балаларды ұлттық бірыңғай тестілеуге, сонымен қатар БИЛ деп жатамыз ғой, білім инновациялық лицейі бар, Назарбаев зияткерлік мектебі бар, соларға оқушыларды дайындайды екен. Көрсетейік, және де осы видеода сіздер мен тұрған жатақхананың бөлмесінде көрсетемін сіздерге. Жүріңіздер. Мінекей, бұл жерге де келдім. Мади мырза, ассалаумағалейкум, Мади Серікұлы. Қазір Мади мырза бізде Алматы филиалының достықтың директоры осы жерде, осы жердің басшысы. Және бір қызығы, осы мен жатақханада тұрған кезде Мади мырза ол кезде 4-ші қабатта, былайша айтқан кезде сол 4-ші қабаттың студенттеріне жауапты мырза болатын. Бүгінде міне директор болып отыр. Көрдіңіздер ғой, достық білім беру орталығы. Мен жаңа оқырмандарыма да таныстырып жатырмын. 20 жылдық тарихы бар, яғни келесі жылы 20 жыл болады, мен түсінгенім бойынша. 2002 жылы ашылған. Қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша филиалы бар. Қанша бала білім алып жатыр? Қазіргі таңда Қазақстан бойынша 10 мыңға жуық оқушы бізде білім алады. Бүкіл Қазақстан бойынша 21 филиалымыз бар. Мынау осы Алматыдағы Абай Алтынсарин қиылысындағы бір филиал, екінші филиалымыз Төле би сайын көшелерінің қиылысында. Енді мен үнемі айтамын, білімнің күні жарық деп, себебі қазірден бастап балаларды оқыту керекпіз, балаларға инвестиция салу керекпіз. Достық білім беру орталығын таныстырып өтсеңіз, жоғарыға көтерілсек. Бұл негізгі білім беру орталығы, иә? Негізгі білім беру орталығымыз, біздің білім беру орталықтарымыз. Мен кезінде осындай кітаптармен дайындалатынмын, бірақ ол кезде шың баспасы болды. Қазір бар ма бұл шың баспасы, әлде атау өзгерді ма? Шың баспасы қазірде де бар, бірақ біз өзіміз бөлек баспамыз бар. Осының 6-шы қабаты толығымен кітап шығаратын осындай баспа, Эдукон орталығы сол болып тұр ғой? Қазір шың баспасы емес, Эдукон орталығы. Мен 2009 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезде ең жоғарғы балл алтын берген 122 балл алған болатын 125-тен. Сол кезде достықтың бір ұнайтыны, бүкіл жерге сенің аты жөніңді жабыстырып, осындай оқушыларымыз бар деп, сол дәстүр әлі де сақталған екен. Қараңыздар, міне өткен оқу жылындағы ең жоғарғы балл 140-тан Дильназ жинаған екен. 137 ол осы бүкіл Қазақстан бойынша достықта оқыған оқушы. Және де қараңыздаршы, мұғалімге деген сұраныс артып жатыр. Ең жоғарғы балл жинаса да, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетке мұғалімдікті таңдап отыр. Көрдіңіздер ғой. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, және қай университетке грантқа түскендері. Нәтиже. Ал мына жақты қараңыздар. Назарбаев зияткерлік мектебі, яғни ең жоғарғы бүкіл Қазақстан бойынша міне балалардың тізімдері тұр. Мүмкін мына видеодан көріп ата-аналары да көре жатыр өздерінің балаларын. Ал мынау БИЛ, білім инновация лицейі. Енді әр мектептің өзінің ұпайлары, талаптары әртүрлі. Бұл жерде максимум қанша? 260-280 ұпайда, қателеспесем. Ал мына жақта 1400 ба? 1400 ұпайда. 1400 ұпайда, не? Керемет. Ал енді мынау бұрын жатақхана болатын мына жер кәдімгідей. 2-ші қабаттан бастап, мына бөлмелердің барлығын енді заман өзгеріп жатыр, талап өзгеріп жатыр, қазір оқушылар дайындалып жатыр, кірсек болады ғой мына жерге. Сәлематсыздар ма? Мінекей оқушылар тестке дайындық үстінде. Мынаны алсам ғой.
мынандай тест нұсқасы баяғыда осы 12 жыл өзгермепті. Мынау енді өзгермепті. Көп нәрсе өзгерген, бірақ мынау сіздерде өзгермепті. 2009-да мен осылай тапсыратынмын. 2008 жылдары ОБТ-ға дайындалып жүрген кезде. Керемет. Мынаның барлығы сондай орталықтар, иә? Барлығы біздің сыныптарымыз. Осында оқушылар білім алады. Таңертең сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін барлық жұмыс жасайды. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеуден бөлек жаңа айтқан Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне дайындық. Сонымен ағылшын курстары, IELTS, TOEFL жоқ, бірақ 7, 8, 9 сыныптарға өздерінің мектептегі білімдерін жетілдіру үшін қосымша келсе болады. Неке мына оқушылардың бәрі қазір 10-11 сынып оқушылары ғой, өздерінің ұлттық бірыңғай тестілеудегі білімдерін мына жақта да көрсетіп қойсам болады. Пробный тесттер. Мұғалімдер жайлы келіңізші, білім беретін мұғалімдердің деңгейі жалпы қалай? Қандай бағытта тек қана тестті ғана үйрете бере ме, әлде басқа да бағыттар жағынан дайындай ма? Мен білетін, бұрын мен достықта оқып жүрген кезде біз балалармен білімнен де бөлек көбірек былайша айтқанда демалысқа да көңіл бөлетінбіз. Кітап оқуға, одан бөлек футбол ойнайтынбыз мысалға. Одан кейін жиі мынау кофте деп жатады ғой. Жиі отырыстар болатын, түріктің шайында ішеміз жиі. Қазір сол дәстүр сақталған ба? Жоқ. Біздің мұғалімдеріміз жалпы айтқан кезде барлығы өзіміздің штаттық мұғалімдер басқа еш жерде жұмыс жасамайды. Параллельно дейді ғой айтқан кезде. Барлық мұғалімдеріміз оқушыларымызға сапалы білім беру үшін тек бір ғана жерде өзімізде ғана жұмыс жасайды. Және де бос уақыттарында әрине әртүрлі мерекелер бар, наурыз бар, айтқан кезде ұстаздар мерекесі бар. Ондай мерекелерде ұстаздарымыз активно осы оқушылармен бірге өткізеді. Көктем айларында пикниктерге шығамыз. Жаңағы тесттен сабақтан бөлек мотивациялық тренингтер жүргізеді ұстаздарымыз. Осының барлығы, былай айтқан кезде, бір ұстаздың бойында болуы да оңай емес. Сондықтан біздің барлық ұстаздарымыз жыл сайын жаз уақыттарында олар да өздерінің білімді жетілдіру мақсатында әр жыл сайын семинар тренингтер өткізеді. Сондай сапалы магистр дәрежелері бар. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Бірінші кезекте жақсы ұстаз таңдай біліңіздер деп айтқым келеді ата-аналарға. Және де менің түсінгенім бойынша оқушылар 10-11 сыныптан бастап дайындала алады. 9-дар бар ма? 9-8 әлде 7-8-9-дар олар өздерінің мектептегі білімдерін толықтыру үшін. Ал енді мынау биыл жаңағы нишқа түсу үшін қай сыныптан бастап дайындалады? 5-ші сыныптан бастап дайындалады бізде. 5-ші. Құрметті ата-аналар, көрдіңіз ғой, балаңыз 5 немесе 10-ші сынып оқып жатса, нағыз дайындықты бастау керек. Біз кейде қазақшылыққа салынамыз да, ОБТ-ға 2 ай қалған кезде, 1 ай қалған кезде дайындалып жатамыз. Жоқ, ол кезде кеш болып кетеді. Қазірден бастап дайындалыңыздар. Достық білім беру орталығы бізде Қазақстанның барлық қалаларында бар. Солай ғой, сосын енді мен Instagram аккаунты да белгілей жатамын. Сосын сол жақтан әркім өзінің қаласын таза жатар. Мынау жатақхананың несі ғой деймін, маған ыстық көрінген. Қазір жаңа айтқандай, қараңыздаршы. Бұл жерде 5 қабатты деп айттым ғой, кейін 6-шы қабат және Едукон орталығы болып кетті, баспа орталығы. Мади мырза, мен өзім оқырмандарыма мен тұрған жатақхананы бөлмені көрсетсем болады ғой? Жүріңіздер. Мына жақта жатақхана әлі де сақталған. Бұл жатақханада қазір кімдер тұрады? Студенттер тұра ма, әлде оқушылар тұра ма? Студенттер тұрады. Студенттер. Кәдімгі жоғары оқу орнынан түскен. Жоғары оқу орнынан түскен студенттеріміз тұрады. Достық білім беру орталықтарында бүкіл Қазақстанда бар деп қалыңдар. Сол достық білім беру орталықтарының түлектерінде осында студент болып тұрады. Менің бөлмем әне танып қойдым десем, бұл жерде бір қызық оқиға айтайын. Мынау кілемдер ауысқан екен енді бір шама. Сосын мына боялған стендер ауысады. Әрине одан бері неше жыл өтті? 10 жылдан асып кетті ғой, көп нәрсе өзгеру керек. Сосын менің бөлмем, бір мақтанып айтайыншы, ең таза бөлме болатын. Сол кезде бір жас болатын. Сол кім бөлмесі таза, кім сол бөлмеде тұрады, сол адамдарды жаңағы айтқандай тауға апаратын, қыдыруға апаратын, шашлық жейтін біз өзіміз, енді ол да студенттерге күшті бір мотивация болатын. Сол кезде менің бөлмем, міне қараңыздар, қазір мынау бұрын есік мына жерде болатын. Есік осы жерде. Сосын мына жақта 2 бала, мына жақта 4 бала болатын. Мен ана Чимкенский Шапиев деген досым екенбіз, біз осында тұрған болатынбыз. Мінекей, қазір төсек өзгермеген.
төсек сол қалпы екен, матрас мүмкін өзгерген шығар, иә. Міне осы жақта және мына жақта біз тұрғанбыз. Мына жақтарға бұл жерден бәрі бір бөлме болатын қазір. Жеке-жеке ашка, бышка сияқты жасап қойған екен. Ал біздің кезімізде бәрі бірге тұрып, сонда мына жақта 2 бала, ана жақта 4 бала, 6 бала бірге қыдырып, 8 апта бойы ойлаңыздар, менің бөлмем, яғни балалармен бірге бәрін тазалап, тап-таза қылдырып, бір шаң таппайтын ғой бізден тексеріске келген кезде. Ол кездердегі студенттерге бұл тазалық мәселесін түсіндіру мақсатында жасалатын бір іс-шара. Мотивация болады. Мотивация. Керемет, мінекей кәдімгі ностальгияда күшті сезімдемін. Рахмет осындай көрсетіп жатқандарыңызға. Мен де өзім достық білім беру орталығына ризамын, себебі 11-ші класста мен айтып отырмын ғой, толығымен осы Семей қаласындағы орталықта білім алдым. Одан кейін міне ұлттық бірыңғай тестілеуде алтын белгімді қорғап 122 балл алған оқушылардың бірімін. Рахмет, сіздер де оқыңыздар, тоқыңыздар, балаңызға инвестиция салыңыздар. Қайталап айтайын, достық білім беру орталығы Қазақстанның барлық қалаларында бар.